Бәріңізге қайырлы таң. Күшті ұйықтап шықтым, тыныш болды. Мен сіздерге Ирандағы бір күн таңым қалай өтеді соны көрсетейін. Шайын алдым, енді завтракқа кеттік. Бірінші этажында ресторан деп тұр. Стрелкамен көрсетіліп тұр, міне мына жақта. Мен қайымдыш комнатада шлюпкамен шығып кеттік. Ішеміз. Осындай ресторан шағын. Омлет және жұмыртқа, нан салып алдым. Тие? Окей, thank you. Барлығын үш жерден аламыз. Ана жерге отырып барып ішеміз. Мына жерде жұмыртқа, горох сияқты бірдеңе бар. Жайлап тұр. Ана жақта варенье, творог, салат деген сияқтар бар. Осылардан тоже алайық. Шай ішеміз. Қазір келіп салат алып кетемін. Барлығымыз айтып береді. Мына ішінде су. Егер шай ішіп болып жатсаңыздар, тағы да шай ішуге болады. Салат алып алдым, творог сияқты бірдеңе, және құрма, қияр помидорын алып алдым. Қазір көреміз, ішіп қараймыз. Осындай таңғы ас, күнде таңертең, және барлығы ценаның ішіне кіреді. Менің ойымша орталықта және жаңағы орын көрдіңіздер, Wi-Fi бар, барлығы жұмыс жасайды. Wi-Fi демекші, Wi-Fi екінші этажда шамал жасайды. Осы гостиницаға келіп жатсаңыздар, бірінші этаждан алған дұрыс болады. Шайға салатын секерлерін қараңыз. Барлығы осындай неде. Ыдыста. Ішін бүйтіп ашасың, ішінен екі тал секер шығады. Ирандық омлетті жеп көргім келеді. Ирандық тағамдар ащы болады дейді. Қазір көрейік. Шын мәнінде солай ма екен? Бисмилля. Ащы емес. Ирандық тандырнан. Омлетпен жұмыртқа алып алғаным қалай кетті. Витқа қараймын, анау-мынау деп отырған кезде салат жеп тастадым. Мынаны жеп қарадым, бұл ащы. Анау-мынау. Бұны жеп қарадым, бұл қаймақ екен, кәдімгідей. Мен творог деп ойлап едім, творог кішкене ащылау екен, нормат. Қаймақ енді. Білмедім, домашний ма, домашний емес пе. Сиыр құрам екен, жақын жерде барып сатылып беремін. Домашнийға ұқсайды. Өте майлы, өте қунақ. Көбі 8:30-да тамақ ішіп кеткен, 8:30 болды уже адамдар. Толып келіп жатыр. Кейбіреулердің будильнигі ойнап жатыр жаңа. Ирандық құрма. Жеп көрейік. Бұлайда ирандық құрманы біздің Қазақстанға ораза кездерінде әкеліп сатып жүр ғой, жеп жүрміз. Сол құрма ешқандай өзгешелік, ешқандай бір артықшылық, кемшілік жоқ. Осылай сокты алып, төменге барып, интернетке отыра тұрайын кішкене. Себебі мен номерінде интернет шамалы ұстайды. Мен дворына шығып алдым. Мына жерде ресепшн. Дворда отырып, бұл жерде машиналар парковкада тұр. Осы гостиницаның парковкасы бар екен, және мына жағында гостиница болды. Мына жерде интернетті жасайтын болған соң осы жерде отырмын. Интернеттен баратын жерлерімді қарап алдым. Ең бірінші Америка Құрама Штаттарының бұрынғы елшілігінің ғимаратына барамын деп шештім. Баратын жеріме әрине метромен бардым. Иран метросы үлкен және түсініп кету қиын метролардың бірі болды мен үшін. Жазулары фарси тілінде болғаннан ба, әлде мен кішкене тупит еттім ба, басында 1-2 күн қиындау болды шыны керек. Иран метросын түсіну бірден өте қиын. Себебі бұл жақта линиялардың ең бірінші парсы тілінде жазылып тұрады, сондықтан кішкене қиын болады түсініп алу. Бірақ бүйтіп қарасаңыздар, мысалы үшін линия көк, азаттық, вен дейді. Сол жаққа қарай жүретін болсаңыз,
осы жаққа барасыз. Үшінші линияға жүретін болсаңыз, мына жаққа барасыз. Бұл көк линия. Сары линия керек болса, мына Адамих Джафери деп тұр. Мұнда мына жаққа барасыз. Ал егер Шахид Холджаддоз деген болса, мына жаққа барасыз. Интернеттен осы метро картасын жүктеп аласыз. Сары линияны мысалға алайық. Сіз Фирдаусиде тұрасыз. Мейдан деген жерге бару керек болса, Шахид Холджаддоз деген жаққа қарай отырасыз. Ал егер сізге Азади немесе әуежай жақ керек болса, Адамих Джафери деген жағына мінесіз. Барынша түсіндірдім деп ойлаймын. Кішкене басында қиын болады, әрине. Спорттық сияқты өтемін десеңіздер, осындай баспалдақ бар. Шаршадым, қыдырып десеңіздер, осындай эскалаторлар бар. Барлық жерде белгілермен барлығы көрініп тұрады. Мысалы үшін бұл театр Шахир деген станция. Мынандай жерде сары линия болса, барлығы отырғыштары, линияның аты барлығы осылай сарымен жазылады. Егер көк керек болса, ана жерде тұр, ана көк линия ашық нұргесі. Көк линияның аты стрелкамен осылай тұр. Қазір күтеміз. Басында мен қатты қателестім, қатты шатыстым. Қиын болды, шыны керек. Былай қарайсын, шатысасын, басқаға мүмкін өтесің. Әйтеуір бірдеңе етіп үйреніп. Әркез осылай болады ғой, бірінші басында түсінбей, қарап, адасып, кішкене потеря болып жүресің. Содан соң әбден үйреніп алғанда уже кететін уақытым болады. Сіздерге видео ұнап жатыр деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, және тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Метрода вагондар ер және әйелдерге арналған деп бөлінеді, бірақ кейбірінде араласып та отыра береді. Кейбір вагондар қақ ортасынан бөлініп те тұрады, бірақ кісі көп кезде час-пик болған кездерде бәрі араласып кетеді. Метрода сауда-саттық деген мықты екен, бәрін сатады, еміне ақша сұраушылары да бар екен. با رضایت خودتان به من ایثارگر 8 سال جنگ تحمیلی Метрода осындай сатушылар өте көп. Соңғы сатады, шекер нәрселер сатады. Зарядка, шоколад сататын балалар бар, өте көп. Және де метро кейбір адамдармен тілдесуге таптырмас жер екен. Бұл кезінде Ауғанстаннан бас сауғалап келген ауған жігіті. Мақди деген бауырым кездесіп қалдым. Ол осы жақта жұмыс жасайды екен, зергерлік жұмыспен жұмыс жасайды. Жаңа Инстаграм барлығын беріп қарап жатыр, сұрап жатыр, сөйлесіп жатыр. Әйтеуір осындай адамдар ағылшынша сөйлейді, сол жағынан кішкене жақсы. Әйтеуір кішкене болса да әңгіме соғып қаласың. Кейбір ирандықтарға барсаң ағылшынша білмейді. Сондықтан ағылшынша сөйлеу кішкене қиындау да. Олар әйтеуір бірақ білмесе де қолмен болсын әйтеуір көмектесіп жібереді. Yes, I am from Afghanistan. Azara from Afghanistan. Nice to meet you. Thank you. Can you speak English very well? No problem. You work in Iran? Yes, in Iran. Мен металл бұйымдар жасаумен айналысамын. Ауған елінен әке-шешем бас сауғалап келген болатын. Тіл жағынан қиындық мүлдем жоқ. Себебі екі елдің тілі фарсы тілі. Мен жеке бизнеспен айналысамын. Өзі бизнесмен, өзі жұмыс жасайды, осы жақта өзінің жеке бизнесі бар, сонымен жұмыс жасайды. Осы жаққа қарай көшіп келген. Енді Ауғанстанды білесіздер, Ауғанстанда қандай жағдай болғанын, сондықтан жан жаққа кеткен ауған халықтарының өкілдерінің бірі. Thank you, my brother. Thank you. Америка Құрама Штаттарының бұрынғы елшілігі осы жерде болған екен. Иранда үлкен революция болып, 1979 жылы Шах және оның американдық достары барлығы Иран елінен қашуға мәжбүр болады. Бұл туралы неше түрлі кинода бар, қарасаңыздар болады. Сол кезден бері бұл жер музей ретінде қолданылады, ал сырты осындай Американы мазақ ететін суреттерге толы.
Иран Ислам Республикасында жүріп, қалай мешіттерге кірмейміз, иә? Ирандықтар ислам дінін ұстанғанмен шиит бағытын ұстанады. Жалпы достар, Иран мешіттеріне қазір кіріп көрсетемін ішіне кірмес бұрын мен сіздерге айта кетейін. Жалпы Иран Ислам Республикасының елі, олар шииттер, шиит бағытында оқиды. Яғни олар 3 мезгіл намаз оқиды. Біздер сияқты сүннеттер сияқты 5 уақыт намаз оқымайды. Яғни олардың ағымдары кішкене өзгешелеу. Соны айта кетейін. Және өздерінің намаз оқитын уақыттары кішкене болса да біздікіне қарағанда өзгеше. Шииттер дегенде естуім бар еді. Шынайы өмірде көргенде олар туралы ой басқаша кетеді екен. Кейбір шииттерге әңгіме кезінде мен де мұсылманмын десем, олар сен адасқансың деп те бақырайып қарап тұрған кездері де болды. Бәрі емес әрине, кейбірі сондай жаман қатты ойларды ұстанатындар да бар екен. Бір адамға бола бәріне топырақ шашпаймын. Шииттердің сүннеттерден өзгеше болады дегенін өз көзімен көріп келгеніме еш өкінбеймін. Мына жерде міне адамдарға арналған біздерде месік тұрса, мына жерде осындай тастар тұрады екен. Осы тасқа маңдайларын тигізеді, толған тас. Жерде жатыр. Мынандай тастар бар. Неше түрлі тастар бар. Осындай кішкентай тасқа барлық шииттер маңдайларын тигізіп намаз оқиды екен. Намаз оқыған кезде осындай кішкентай тасты алдарына қояды да сәжде кезінде маңдайларын соған тигізеді екен. Осындай бір ерекшеліктері бар екен шииттердің. Кейбіреулері Ауғанстаннан келген болса, сондайлар болса, онда олар екі жаққа сәлем салады екен. Кейбіреулері екі жаққа сәлем салмай намазды бітіріп тастайды екен. Сондай да бір ерекшеліктер бар екен. Мен сіздерге көбірек видео көрсетер едім. Әттең полициялар өшіргізіп тастамағанда. Осы мешіттің ішінде түсірілім жасап жатырған кезде полиция келіп мені ұстап алып кетті. Өздерінің бір кабинеттеріне апарып, ол жерде маған жаймен видеоларды кетіру туралы ескерту жасады. Барлық видеоларымды қарап, бірге отырып кетіргізді де, содан соң қоя берді. Аздап қорқыныш болды. Бірақ Аллаға шүкір, бәрі жақсы аяқталды. Енді ирандық базарларға кезек берсек. Иран базарлары өте үлкен. Қала ішіндегі қала деуге де болады. Сатылымда бәрі де бар. Санкция кесірінен дым жоқ деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. iPhone 15 керек пе? Samsung, LG маркалы теледидарлар, киімдердің неше түрлі брендтары да бар. Олардың бәрін көршілес елдерден алдырады. Дубай, Армения сияқты жақтардан келеді екен. Ал киімдерді өздері жақсы етіп тігіп, Armani немесе Dolce Gabbana деп жаза салады екен. Ол үшін ешқандай авторлық құқық жағынан айыппұлдар жоқ екен. Рахат общем. Мен дәл қазір Иранның бір базарында келе жатырмын. Ары жағында базар, бер жағында базар. Көшені осылай екі жағынан басынан аяғына дейін базар жасап тастаған. Мынаның ішінде барлығы бар. Киім, тамақ, ұлттық нақышта жасалған мынандай керемет ағаштан жасалған бұйымдар бар. Румкаға дейін бар. Қараңыздаршы, қандай әдемі, иә? Осындай базардың ішінде жүрмін. Егер сіздерге осындай базар темасы ұнаса, мен әр барған елімде базарларды түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Иранның көше тамағын жеп қарауды қазір бастаймыз. Күшті болған бірдеңелер тұр.
Қазір жеп қараймыз. What is this? ايه؟ Эх, керемет жиндепсің. What is this? What is this? Look. What? No. How many? Tuman? 2? 5? Tuman. Okey. 1. Білмеймін, бірімізді түсінген жоқпыз, бірақ әйтеуір алып жейін деп жатыр, как көреміз. Thank you. Естіп қарасаң жақсы сияқты, дәмін көреміз. It's very good. Осы жаңа сатып алған атын да білмеймін, бірақ мына жігіттердің бергені. Не болса да жеп қарайын деп жеп қарап жатырмын. Дәмі шын мәнінде әп-әдемі. Егер Иранға келіп жатырсаңыздар, көше тамағынан не жеймін деп ойлап жатсаңыздар, осыны қысылмай алсаңыздар болады. Түрі осындай. Ішінде бір тәтті бірдеңе бар. Осылай жеп қарасаңыздар болады. Көше тамағы деген соң көшедегідей болу керек, барлығы кәдімгі жерде тұрып жеп алайын, сосын ары қарай жалғастыратын боламыз. Мынаның дәмі не деп айтсам екен, қаймақ пен вареньенің қосындысы. Ақ түсті варенье мен қаймақтың қосындысы десе болады. Өте дәмді. Неше түрлісін араластырып беріп жатыр. Қазір мынаны жегеннен кейін ішім ауырып кетпесе болды. Thank you. You come from? I'm from Kazakhstan. You know Kazakhstan? Kazakhstan. Welcome. Мороженое сатып алдым. Енді мынаны жайлап жеп қарау керек. Неше түрлісі бар, қараңыздаршы. Қанша түрі бар. Қызыл, ақ, көк, қара, астында сливочный, мына ортасында сарысы. Қазір бисмилля деп жеп қарайық. Бисмилля. База жоқ. Дәмі деген прям мықты екен. Ағын жеп көріңдер. Ағы нормальный екен. Көгін көрейік. Көгі деген вообще мықты екен. Мына қызылы деген, білмеймін, не қосқан, мықты. Міне көше тамақтары осылай. Иранның көше мороженое осылай. Егер сіздерге мен мороженое жеген ұнаса, лайк и подписка жасап, комментарияға бірдеңе деп жаза кетіңіздер. Қасымда местный ағайлар бар. В общем, ирандық местный болып кеткенсің ғой осы жерде отыр. Мына жақта в основном киімдер сатылады екен. Адам деген. Қош. Осындай адамдар деген тоқтатып бірдеңе айтқысы келеді. Киім, тамақ барлығы араласып отырғаны біртүрлі екен. Иіс, су, неше түрлісі бар. Барлығы араласып отыр да. Аяқ киім әскери болып кетеді да. Арасында осылай орех тұрады ғой. Сауда кешкісін қызады екен. Біреулер кешкісін үйге баратын болса, бұл жақта кешкі базар деген жанады екен. Просто қарады да, күліп жатыр камераға. Болды ма десем, болды дейді.
мында кейбір адамдардан бірдеңе сұрасаң, бірдеңе сұрап, ағылшынша жақындасаң, ағылшынша фарси деп қарап тұрады ғой. Мында байқасаңыздар, видеодан байқасаңыздар, кейбір қыздар орамалдарын тақпаған. Бірақ 99% таққан. Қыз балалар, әйел адамдар көбі тағып алған. Түсіп қалған болса, жайлап көтере қояды. Міне мысал үшін барлық жері ашық тұр, шашы да ашық тұр, кеудесі де ашық тұр. Ондайларды да кездестіруге болады Иранда. Таң қалмаңыздар. Мына екеуі мысал үшін қатты ашық жатыр да, боянып алғанда. Иран базарының вайбы осы. Бір көшенің жартысын ғана бітірдім. Енді ойлай беріңіздер. Арғы жақта тағы да солай кетеді. Қана бір жағымен, екі жағы бұқи. Базар. Міне осылай базарлар темасын аяқтаймыз. Менімен бірге осы видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Қара Сумка YouTube каналына тіркеліп алыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнаға тіркелеміз достар. Алда әлі талай қызық бар. Әлемдегі ең үлкен саудайы Иран молды көрсетемін. Қалай мені шекарадан өткізбеді, соның барлығын сіздерге көрсететін боламын. Арнаға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар достар.